2018 жылы конфедерация кубогы үшін бақталасатын боксшыларымыз алдағы жарыстардағыдай 10 салмақ дәрежесінде емес, 8 салмақ дәрежесі бойынша өнер көрсетеді. Бұл шешімді әуесқой бокс пен жаңалықтардағы соңғы үдерістерді ескере отырып, халықаралық олимпиадалық комитет ұсыныпты. Жеребе бойынша әр өңірлерде өтетін сайыс уақыттарына сәйкес 4 команда құрылды. 2018 жылы А тобына Алматы, Батыс Қазақстан, Павлодар және Қарағанды облыстары кірді. Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл, Қостанай және Ақтөбе облыстары С тобында кездесулер өткізді. 6-9 қыркүйек аралығында Павлодар қаласында С тобында, Шымкент қаласында А тобында ширек финал өтті. Қарағандылық құраманың алғашқы қарсыластары павлодарлық боксшылар болды. Первая встреча, который стартовал. Алғашқы кездесуде де қарағандылық Ақниет Балтабаев қарсыласын жер жастандырды. Оған артқан үмітімізді ақтады. Ақниеттің қарсыласы да осал болған жоқ. Мен шәкіртіммен мақтанамын. Жарыс қорытындысы бойынша жерлестеріміз павлодарлық қарсыластарын 5-3 есебімен жеңді. Қарағандылық құраманың келесі қарсыластары Батыс Қазақстан облысынан келген боксшылар болды. 52 келі салмақта. Жерлесіміз Ақниет Балтабаев Орал қаласынан келген боксшыны 2 рет нокдаунмен сұлатып жеңіске жетті. Жарыс қорытындысы бойынша Қарағанды облысынан қатысқан құрама 6-2 ұпаймен Батыс Қазақстан облысының боксшыларын жер жастандырды. Қосымша жеребе бойынша біздің командада өнер көрсеткен Алматы қаласының құрамасы қарағандылық боксшылармен бақталасты. Жарыс өте қызықты өтті. Нәтижесінде 5-3 есебімен жеңісті тағы да қарағандылық құрама иеленді. Осы жарыс нәтижесімен жерлестілеріміз жартылай финалға шықты. Біз 4 команда болып бокстастық. Ол Павлодар облысы, Орал облысы және де Алматы облысы, Қарағанды облыстары 4 команда. Сол 4 командадан біз жартылай финалға жолдама алдық. Бірінші жекпе-жекте Павлодар боксшыларын 5-3 есебімен ұтып, екінші жекпе-жекте Орал қаласын 6-2 ұпайымен ұтып, соңғы ақтық кездесуімізде Алматы боксшылармен, Алматы облысы боксшылармен кездесіп, оларды 5-3 есебімен жеңіске жетті. Сол жекпе-жектерде өзім 3 жекпе-жек өткіздім, 52 килограмм салмақта. Соның бірінші жекпе-жегінде Павлодар боксшымен бокстасып, оны 5-0 есебімен ұттым. Да, в полуфинале мы уже знаем. Жартылай финалда Оңтүстік Қазақстан облысының боксшыларымен кездесу өткізетін боламыз. Қарсылас команданың спортшыларының бабы өте жақсы екенін білеміз. Әрине, қызу дайындық үстіндеміз. Конфедерация кубогынан бөлек теміртаулық спортшылар алдағы уақытта тағы да бірнеше жарыстарда өнер көрсететін болады. Олардың бірі қараша айында өтетін Қазақстан чемпионаты. Қазіргі таңда біздің боксшылар осы чемпионатқа тынымсыз дайындық үстінде.